Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай әрі тез дайындалатын рамион түрін ұсынбақшымын. Бізге осындай рамионның қамыры, асылған ет, жұмыртқа және еттен қалған сорпа және де су қажет болады. Және рамионның ішінде қосылатын дәмдеуіштер керек болады. Және де қыстан қалған огурцы мен помидорымызды қосатын боламыз. Ең алдымен қазанымызға сорпа мен суды құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Сорпамыз жақсы қайнағаннан кейін, осы рамионның ішінен шыққан дәмдеуіштерді қосамыз. Егер де дәмдеуіштердің жартысын қоссаңыз, жартылай ащы болады, ал қалағаныңызша ащы болғанын қаласаңыз, барлығын қоссаңыздар болады. Мен ащы болғанын қаладым, сондықтан барлығын осылай қостым. Барлығын осылай қосқаннан кейін суымызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін рамионымызды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп, осы сорпаның үстіне саламыз. Видеода көргендеріңіздей жақсы қайнап жатыр сорпамыз. Енді осы сорпаның үстіне рамионымызды саламыз. Рамионның неше түрлісі бар екен, өздеріңізге ұнайтын рамионды таңдасаңыздар болады. Осылай салып, жақсылап араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып қоямыз. Содан кейін жай отта жақсылап қайнатып аламыз. Мінекей достар, осылай рамионымызды 5 немесе 7 минуттай пісіріп аламыз. Оттың астын қатты жайға қоймаңыздар, орташа отқа қойсаңыздар, осылай қайнайды. Жақсылап осылай арасында қасықпен осындай араларын ашып отырамыз. Содан кейін аралары жақсы піседі. Содан соң қақпағын жауып, тағы да 2-3 минуттай қоямыз. Мінекей достар, біздің рамионымыз дайын болды. Өте ыстық, иісі керемет болып шығып тұр. Енді ыдысымызға салып аламыз. Рамионның қамыры ұзын болғанын қаламасаңыздар, жартылай бөлсеңіздер болады. Мен осылай қамырын ұзын болғанын қаладым, өзіме жеуге ыңғайлы болғандықтан. Ал сіздерге ол ыңғайсыз болса, қамырыңызды қайнатпастан бұрын бірнеше бөліктерге бөліп салуға болады. Сол кезде сіздерге жеуге ыңғайлы болады. Ал маған осындай ұзынша етіп жеген ыңғайлы. Мінекей достар, біздің рамиондарымызды ыдысқа салып алдық. Енді осының үстіне ұсақталып туралған асылған етімізді жайғастырамыз. Одан кейін бір дана жұмыртқамызды саламыз. Бұл жерде мен жұмыртқаны шала пісірдім. Осылай шала піскен жұмыртқа өте дәмді болып келеді. Осы рамиондарымыздың үстіне жұмыртқаны да салатын боламыз. Содан соң тұздалған қияр мен қызанағымызды саламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әлесеңіздерде көк шөптермен болмаса басқа да дәмдеуіштермен қоссаңыздар болады. Маған осылай ұнады, сондықтан осылай жасадым. Егер де сіздерге басқашалай жасаған ұнаса, өздеріңіз қалауларыңызша, бірақ негізінде осылай дәмді болып шығады. Мінекей достар, біздің рамионымыз дайын болды. Өте дәмді, ыстық, сорпасын өзі дәмді болып келеді. Және де осындай тұздалған қиярмен, қызанақпен жесеңіздер, өте керемет болып үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.